Тарихы терең қазақ халқы білекті бірді жығады, білімді мыңды жығады деген сөз қалдырған. Қазақтың бұл мақалының өзі қазіргі таңда айрықша мән мағынаға ие болып отыр. Қазіргі заман білектінің емес, білімдінің заманы. Заманауи әлемде елдің қуаты ең алдымен білім мен ғылымда болатын уақытқа келдік. Сол өзіміздің алған білімімізді қажетімізге, тұрмыстағы игілігімізге жаратумен бағаланады. Білім бар жерде даму бар, білім бар жерде жетілу бар, білім бар жерде кемелдену үдерісі толастамайтыны анық. Бұны бүгінгі жастар ерекше сезініп, білім нәрінен молынан сусындауға зейін қоюда. Бүгінгі жастар, бүгінгі жас ұрпақ осы қазақ елінің, тәуелсіз еліміздің гүлденуіне өздерінің алған білімдерін, күш жігерлерін жұмсайтындығына мен сенімдімін. 20 ғасырдың жыр саңлағы Мағжан Жұмабаев. Арыстандай айбатты, жолбарыстай қайратты, қырандай күшті қанатты, мен жастарға сенемін деп отыра, қазірде елбасымыз болашақ жастардың қолында деп нық сеніммен айтқан еді. Жастар еліміздің қорғаншы, еліміздің тірегі мен соғып тұрған жүрегі деп айтар едім. Бүгінде жастарымызда еркін ой мен ұлттық рух бар. Кешегі жастарымызға тіл тигізуден аулақпын. Кешегі жастарымыз Сұлтан Махмұд, Ахметтер мен Исатайлар ел үшін қан төкті. Олардың ел үшін жасаған ерліктері шексіз болып есептеледі. Осымен ойымды қорытындылай келе, болашақ жастарға ізденіс пен талап тілеймін. Арыстандай айбатты, жолбарыстай қайратты, қыранды күшті қанатты, мен жастарға сенемін деп, жастарға ұранды үміт тастаған Мағжан атамыз болашағымыз жарқын болуын болжап кетті. Ақын өз заманындағы жастарға ғана емес, болашақ жастарға және мына біздей жастарға айтып кетті. Кез келген ел болашағын жастармен байланыстырады. Себебі жастар еліміздің болашағы ғана емес, бүгіні де. Біз егеменді тәуелсіз елдің жастарымыз. Бұл бұйырған бақыт деп ойлаймын. Сондықтан да еліміз болашақта жарқын әрі дамыған болады деп ойлаймын. Сөзімді бастамас бұрын Алаш қозғалысының қайраткері, ақын, қазақ әдебиетінің жарқын жұлдызы Мағжан Жұмабаевтың «Мен жастарға сенемін» атты өлеңінің арыстандай айбатты, жолбарыстай қайратты, қырандай күшті қанатты, мен жастарға сенемін деген жастарға жігер беретін өлең жолдарынан бастауды жөн көрдім. Қазақстанның болашағы білігі мен білімі ұштасқан, ұлтының терең тарихы мен бай тіліне сусындаған, ойы озық, өрісі кең, талабы таудай жастардың қолында. Қазіргі жастарға зер сала отырып, еліміздің болашағы зор әрі баянды екеніне көзім анық жетеді. Қазіргі таңда еліміз 50 елдің қатарына кіріп отыр. Соған да шүкір етеміз. Мен өз елімнің кеудесінде оты бар азаматшысымын. Қазақстанның өркендеуіне, өркениетті дүниедегі өзіндік орын алуына жастардың үлес қосуына сенімдімін. Жастар, елдің, жердің иесі. Қазақ елінің рухани тәуелсіздігінің биік тұғыры. Арыстандай айбатты, жолбарыстай қайратты, қырандай күшті қанатты, мен жастарға сенемін деп Мағжан ақын айтқандай, еліміздің көк байрағын биіктететін де, әлемге танытатын да жастар. Менің ойымша, әрбір жас өзінің туған отанын сүйіп, танып, табынуы қажет. Олай болса, ата-бабамыз мұрат еткен аманатын сақтап, осы әлемге өз септігімді тигізсем деймін. Арыстандай айбатты, жолбарыстай қайратты, қырандай күшті қанатты, мен жастарға сенемін. Көздерінде от ойнар, сөздерінде жалын бар. Жаннан қымбат оларға ар, мен жастарға сенемін. Мағжан атамыздың осы жырының өзінде жастарға деген сенімнің ерекше лебі бар. Ал жасампаз елдің жастары қандай? Олар нені армандайды? Әлемдегі дамыған елдердің қатарына қосылуды мақсат тұтқан ширек ғасырды ширеп, аз ғана уақытта қарыштап дамыған Қазақстанның болашақ кімдердің қолында? Әрине, білімді әрі білікті де дарынды жастардың қолында.